Автоледи 2023 8 наурыз қарсаңында Риддерде дәстүрлі автошоу әйелдер үшін өтті. Биыл дәстүрлі әйелдер авто жарысы Гоголь көшесі бойындағы жол телімінде мешіт пен профилакторийдің алдында өтті. Оның ұйымдастырушылары әкімдік, джип-клуб СБ Покатушки және жеке кәсіпкер Наталья Бельская. В этом году мы предложили клуб. Биыл біздің демеушіміз джип-клуб СБ Покатушки болды. Біз бірлесіп жаңа жылдық шара өткізгенбіз. Бұл жарыс жалпы тегін, қатысушылар ешқандай төлем жасамайды. Бұл шараның басты қағидаты. Автошоуға тізгіндегі әйелдер, нәзік жандар қатысты. Стартқа кезекпен моно және толық қозғалтқышты машиналар шықты. Әр қатысушы мәреге неғұрлым жылдам жетуге тырысты. Сынақ айналымдар арқылы жолды танып білулеріне мүмкіндіктері болды. Жарыс әдеттегідей көрнекті өтті. Тізгіндегілер үшін бұл адреналиннің порциясы, ал көрермен үшін ұмытылмас эмоциялар. Девочки участвуют, их не Биыл қатысушылар көп, қыздар ауа райына да, жолдан да қарамай қорқпады. 4 категориямен жарысты. Демеушілердің арқасында керемет сыйлықтар сатып алдық. Барлық ер адамдар бұл сыйлықтарға қызығады деп сенемін. Авто ханымдар ұйымдастырушылар мен демеушілерден грамоталар, гүлдер және барлығы авто үшін сыйлықтарын алды. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Риддердің авто ханымдары автомобильге деген сүйіспеншіліктерін, жүргізу шеберліктерін, батылдықтарын, сенімділіктерін және өздерінің мінездерін көрсетті. Хочется поздравить всех. Барша қыздарды халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Көлік пен қыздар үйлесімді екенін дәлелдеп жүрміз деп ойлаймын.